Сәлем достар, бүгін сіздерге жаровня деп аталатын өте ерекше әрі өте дәмді тағам түрін ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріп, сіздер де жасап көріңіздер. Рецептісін описаниеда қалдыратын боламын. Алдымен етті маринадтап аламыз. Мен бұл жерде майы аралас сиыр етін алдым. Ірі бөлшектерге бөлеміз. Өте уақыт қажеті жоқ. Себебі қазір біз кивимен маринадтаған кезде етіміз тез пісетін болады. Бір кивиді үккіштен өткіземіз. Үстіне кукуруз крахмалын, тұз бұрышты және паприка саламыз. Үстіне кез келген минералды суды құямыз. Минералды су етті жұмсартады және ерекше дәм беретін болады. Енді үстіне сұйық май құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араласқан етіміз маринадта 3 сағат тұру қажет. Ары қарай тағамды жасау өте оңай. 3 сағат маринадта тұрды етіміз. Енді азғантай май құйып, табаға етті пісіреміз. Жақсылап барлығын араластырамыз және жай отта 35-40 минуттай піседі. Картоп, кабачки және баклажанды бірдей мөлшерде осылай дөңгелек етіп тураймыз. Картопқа тұз бұрыш және паприка саламыз. Және де мен осылай алдын ала дайындап қойдым. Маймен чеснокты араластырып, соны құямыз. Және барлығын жақсылап осылай араластырамыз да духовкада пісіріп аламыз. 15-20 минутта пісіп шығады. Картопымыз піскенше біз еттің үстіне салатын жуа мен болгар бұрышын дайындаймыз. Болгар бұрышын ірілеу етіп осылай тураймыз. Және де етіміз 40 минутта пісіп болды. Өз соғына пісті. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай, ешқандай су құймаймыз. Және үстіне салып, жақсылап араластырып, тағы да 15 минутқа қоямыз. Келесі кезекте баклажанды дәл солай маринадтаймыз. Тұз бұрыш, паприка салып, майды құямыз. Және жақсылап барлығын араластырамыз. Бұл жерде бір ерекшелігі баклажан картоп пен кабачкиға қарағанда майды көп қажет етеді. Яғни май барлық баклажандарымызға сіңіп, осылай қойып шығамызда. Енді картопты 200 градуста пісірген болсақ, кішкене градусын көтереміз 220 градусқа және 10 минут қана пісіреміз. Мінекей картопымыз жылтырап әдемі болып пісіп шықты. Енді келесі кезекте кабачкиді да дәл солай маринадтап, тұз бұрыш паприкасын салып, май құйып, жақсылап араластырып, кабачкиді да 220 градуста 10 минут қана пеште ұстаймыз. Кабачкиға май көп қажет емес, баклажан сияқты азғантай ғана мөлшерде жарайды. Мінекей барлық ингредиенттерімізді пісіріп болдық. Енді осылай ыссы күйінде ыдысымызға жинаймыз. Картоп, кабачки және баклажанымызды осылай кезектестіре отырып, ыдысымызға айналдыра отырып, жинап шығамыз. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар болады. Мінекей осылай айналдыра жинап шықтық. Енді етімізді осы уақытта кішкене қыздырып аламыз да ортасына құйып шығамыз. Еттің соғынан аямай осылай әдемілеп, молынан ортасына салып шығамыз. Мінекей біздің тағамымыз дайын болды. Енді кез келген көк шөппен осылай әдемілеуге де болады. Мінекей біздің өте ерекше әрі өте дәмді тағамымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Егер ұнап жатса, мені қолдап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын.